Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы және Айдос Мелдеханұлы. Енді бүгінгі сұхбатымыз тақырыпта жазылғандай, өздеріңізге белгілі 4 жасар Айкөркем періштеміз қанды қаңтар қырғында биліктің жауыздар тарапынан оққа ұшқан болатын. 4 жасар Айкөркем қазақтың бүлдіршін періште қызы 12-де бір гүлі ашылмай, өмірдің қызығын көрмей, қанішер жауыз Тоқаевтың ескертусіз оқ атыңдар деген бұйрығымен жауыз биліктің қанішерлер тарапынан бұл дүниеден мәңгіге кетті. Енді осы оқиғаны көтеріп, бауыр еті баласының нақақ өлімі үшін қылмыскерлерді жазалауды талап қылып отырған қазақтың алтын азаматы Айдостың бүкіл күрес барысынан соңғы кезде торығуға толы, ашуға толы, ызаға толы сөздерді көп естідім. Сол барысымен бүгін Айдостың өзімен сөйлестік. Әрине, Құдай басқа салмасын. Бауыр еті баласынан көз алдында айырылу кімге болса да ауыр. Бірақ өкініштісі, ақиқат жоғалған, зұлымдық сахнаға шыққан, жауыздар менен суайттар, өтірікшілер мен жағымпаздар билеген қазақ билігінің шынайы және ащы шындығын Айдостың аузынан естіңіздер. Ассалаумағалейкум, Айдос. Уағалейкумассалам, аға. Ал енді Айдос өзің маған телеграмда хабарласып айтып жүрген біраз оқиғаларды міне жұрттың алдына көпшілікке жайыңыз. Енді сіздің мәселеңізбенен қазір бүкіл дүние жүзі таныс. Бүкіл жер бетіндегі осы орталық Азияның, Қазақстанның адамдық құқықтарды бұзу мәселесі бойынша, қаңтарысы бойынша жер әлем таныс. Енді қазақ тілді аудиторияда бұл мәселені максимал түрде елеусіздендіріп, максимал түрде ұмыттыруға тырысады. Ендеше шындықты айтып, қазақ тілді аудиторияда халықтың көзін ақиқатқа жеткізіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Мен есім Айдос Мелдеханұлы. Қаңтар оқиғасында, именно қаңтардың 7 күні ешқандай негізсіз мен бала-шағама қару қолданды. Тоқаевтың жаңағы бұйрығын сылтауратып, қазір кезде тоқа бір кісіні жауапкершілікке тартты. ИТО адам өлтіру бабын мүлдем қарастырмады. Олар 6 адам болған. 6 адамның біреусі-ақ Жұман Арман Игілікұлы деген баланы соттады. Оған жауапты военларға Министерство обороны бірінші очередь, воинский часть. Соңғы мына апелляциялық сотта жоғарғы Астанада шешім шығарды, что Министерство обороны жауапкершілік тартпайды Жұман Арманның істеген іс-әрекетіне. Қалған 5 адам куәгер болды да қалды. Оларды мүлдем күдікті деп танымады. Тек куәгер. Жалғыз бір Жұман Арман. Өзінің құзыретін асыра пайдаланды деп бір кісіні соттады. Оған наразылығымызды бірінші күннен бастап айтып жатырмыз. Бізді еститін жаңа Қазақстан билігі жоқ. Министерство обороны, военная прокуратура, главная военная прокуратура и генеральная прокуратура бұның бәріне көз жұмып, үлкен лауазымда отырған Жұман Арманның өзіне бұйрық берген, инструктаж жүргізген үлкен лауазымдағы адамдардың бәрі жауапкершіліктен тартылмады. Біздің талабымыз басынан Жұман Арман старший лейтенант ешқашанда оның құзыретінде жоқ қару қолдану. Оның өзі бұйрық орындаушы. Өкінішті, біздің билік соқыр, біздің билік керең. Уәжімізді естімеді ешкім. Өмір сүруге қақынан айып тастады мен кенже қызымды. Үлкен қызымын 7 оқ жарақатын алып, әлімге дейін шырылдап жүгірдім, барлық жерге бардым. Ешімізді қызыма көмектесіңіз деп. Қазір аман қалған үйдегі. Оның өзіне қарастырмады. Не бір
жаңағы блогерлар көп қой. Көмектесіп бірдеңе іс әрекетін жасайық дейді. Ешкім алыспайды. Аға кешіріңіз дейді. Сіздің оқиғаңыз өте ауыр, бізге зияны тиеді бәрі қашады. Бизнесмендерге де бардым. Бірақ бірін-біріне сылдырып, олар да қашты. Адвокаттар да қашты. Шындыққа жетейік, көмектесіңдер. Қазір мынау жүргізіп жатқан адвокатыңызда әділдікке шындыққа жеткізбейді деп адвокаттарға барғанда ешқайсысы алғысы келмейді. Аға кешіріңіз, сіздің ісіңізді аламаймыз. Біздің семья бала-шаға бар деп бәрі қорқады. Өзімізге бірнеше шабуыл жасалды. О шабуылға шыдаймын, көнем бәріне. Әділдікке жетем деп денсаулықтан да айырылып жатырмыз. Үйдің берекесі де қашты. Кішкентай қызымның шүретін, үйдегі балдар бар, шүретін көрікті, ай көркем қайда? Деп іздейді. Почему ай көркем под землей деп кішкентаймын 5 жастағы балам. Водошыл, почему она здесь деп? Почему она умерла? Кім айтты? Мен сказали дейді, естік алды біреу. Твоя сестренка умерла деп. Білесіз ба, қатты ауыр еді. Шетелдегі Еуроодақтағы кісілерге адам құқығын қорғайтын кісілер евродепутаттарға бәріне өтініш жазып жатырмын. Пока результат жоқ. Ya Allah, әділдік Қазақстанда таппадық. Қазақстанда шындыққа жеткізбейді. Қарапайым халық әлі шапқылап жүр, шындыққа әділдікке жетеміз деп. Жоқ. Бар қазақ айтатын. Қазақстанда қазіргі отқан билік бар кезінде әділдік жоқ. Шындық жоқ. Қаңтардың әділдігіне, шындығына жетпейміз. Оған бірінші себепкер біздің билік. Қасым-Жомарт Тоқаев бұйрық берді өзінің халқын қырғанға. Кәмелет жасқа толмаған кішкентай 4 жасар қыз, менің қызым Айкөркем. Сұлтан кішкентай 11 жастағы бала, қателеспесем. Ешқандай билікке қатысы жоқ, балдарды аттасады. Енді әділдікке жетем деген кезде көз бояу жасап, 2,5 жыл созып, қазақ, не только қазақ елін, бүкіл дүние жүзінің көз бояу жасап, ұмыттырды қаңтар оқиғасының қылмыстарын. Өз қылмыстарын жасырды. Біздің билік, сот жүйесі қаңтар оқиғасының жаңағы тағдырын ұмыттырды. Сосын қалайсам екен, шататты кетті уже. Не деймін енді мен қазақ еліне? Бізде бірақ нәрсе қалды, бірігуіміз. Бірікпесек, ешқандай іс-әрекет жақсылық болмайды Қазақстанда. Жерімізді, елімізді, өзімізді бір жағы Қытайға, бір жағы Орысқа сатып бітірді. Азғандай қалды. Қазір қазақ деген атымыз бар. Ертең күні бұдан да айырыламыз. Қазір есті жимасақ. Қазір түктір басты көтермесек, жан-жаққа бөлініп шашылмау керек. Қазір бір жұдықтай бірігіміз керек қазаққа. Менің өтінішім бүкіл елге бірігуіміз қажет. Уақыт келді. Бұдан арғырай үндемесек, бізді қойш, біздің бала шағамыздың тағдыры не болады деген уайымдамын қазір. Біздің бала шаға немерелердің тағдыры не болады?
Осы ауыр. Соңғы рет соттың соңғы шешімі кінәсіз деп тапқан. Астанада қашан өтті? Астанада числосын ұмытып кеттім. Осыдан жылдам уақытта бұлар кассацияны қарады да, жоғарғы сот жаңағы үкімді 7 жылға апелляция 7 жыл берді ғой. Оны Верховный сот үкімді жойды да, кінәлі деген. Қайтадан қарастыруға жіберді. Екінші жол апелляция қайтадан қарастырады да, Жұман Арманды қайтадан жауапкершілікке 7 жыл береді да, бірақ Министерство оборонаны жауапкершіліктен алып тастайды. Түсіндіңіз ба қайта? Алдында апелляцияда Жұман Арманды 7 жылға соттады, Министерство оборонаға предписание жаңағы жауапкершілікке тартылады деген үкім шыққан. Енді қылмыстық іс қозғалады, Министерство оборонаға арғай әділдікке жетеміз деп жатқан кезде сот жоғарғы сотқа кетеді. Қарастыру. Жоғарғы сот артқа қайтады да, Министерство обороны мүлдем алып тастайды ғой. Енді жауапкершілікке тартылатын адам жоқ. Енді әрқайсымызда хақымыз бар. Моральный ущерб жазып тапсырғанбыз. Қанағаттандырмай қайтарып жіберді. Моральный ущербті тек Жұман Арманнан талап етесіңдер. Министерство оборонаға талап етемейсіздер деп артқа қайтарып жіберді. Болып сонымен. Міне биліктің істеген іс-әрекеті. 2 жылға созып, елдің ойын бәрін жан-жаққа, бір жағынан Бишенбаев, бір жағынан тағы да біреулер, мынақта басқа Қытай бар, мынақтан орыс кіріп қалды, мынақта Қытай келіп қалды деп, қаңтар оқиғасы мүлдем ұмытып кетті де, жан-жаққа тарап кетті. Белсенділердің барлығы. Қаңтар оқиғасын талап етіп жүгіріп жүрген, білмеймін енді, жалғыз өзім-ақ қалған сияқтымын. Шынына келген кезде жалғыз өзім-ақ қалған сияқтымын. Бірең-сараң әйел заты шырылдап жүгіріп жүр. Өліп қойған баласының атын ешкім болса сақтап қойын деп. Болмаса түрмеде қамауда отқан жақындарын түрмеден шығарам деп шырылдап жүрген бірең-сараң ғана әйел заттары, бір-екі кісі ғана білем, Тараздан болды. Алматы практически сатып алды. Ашқына. 7 миллион, 5 миллион беріп, өлетін адам өлді, мен 5 миллионды алдым, сонымен арғы талап етпеймін деп қалған кісілерде өте көп болды.